Итесім келе біздің райондағы сулықларда обстановка турында. Біздің бүгін күнгі барлық сулықларда, көллерде, елғаларда бұз образовация ету процесслары тамамланды. Біздің бүгін күнгі Ағидел елғасындарына әліге хәтлі орын-орыны білән бұз болмаған орындар да бар. Шулық вақытта біздің паромный переправа әлігі вақытына ішлей, мына жетекшісі қызғанышқа қаршы әлі келіп жетелмәді. Бүгін күнні сағат ертеңгі 6-дан кешке 7-ге хәтлі паромный переправа ішлей. Аннан соң уже температуралар минусовыйға түші башлағаш, тағында көбірек уже бұз көп көлемінде Ағидел елғасын қапый башлағаш, переправада шулай құя болашақ, қаманда блоклар құйылып, движение тоқтатылашақ. Біздің ғадаттәгіше шушы шырны қызғанышқа қаршы республика көлемінде де балықшылар, яки балалар болған ұшырақлары да бар, бұз астына чүп кетелер. Бұл енді әйтірге керек бек әйбәт түгіл, особенно балалар шуңғай фажиғаларға әләккенде үлі ұшырақлары да була. Мәселен, Йоршалыда өткен елні шулай ноябрь айында бала барған бірінші бұз қар қаплаған, қараңғы вақытына өзі кеткен, барған елдан жер білән уже күліне қысаларын, границаларын ойырмыша, күлге түшіп кете, суға һәм жер яшілік бала мәрхүм бола қызғанышқа қаршы. Өзі біздің районда да бізде бек көп балықшылар қазіргі вақытына ғадаттәгіше бұл Ағидел елғасында һәм көлләрдә, мәсәле тирәсендә, Ямалы тирәсендә һәм өзі біздің Асқақ таныш, Әжәкүл тирәсендә көлләрдә балықшылар бек көп. Әйтергә керек, біздің қазіргі вақытына бұз қалыңлығы орын-орыны білән 15 сантиметрға хәтлі. Көлләрдә уже 7 сантиметр болған орын yok деп әйтергә була. Уже бүтін жерде де средний қалыңлық бұзның ол 15 сантиметр. 7 сантиметрға хәтлі бұзға шығу қуатқи тыйыла, аның үшін административ протоколларда предусматривается етілі. Бұл 2000-ға хәтлі гражданларға, юридик сотларға 8000-ға хәтлі штрафлар қаралған. Барлық шушы біздің қышқы периодына нендегіне вақыт, нендегіне бұз қалыңлығы болмасын, техникалар, нендегіне техника болмасын, техникаларының бұзға шығуы қуатқи тыйыла. Шулай 2000-ға хәтлі штрафлар қаралған административ комиссия білән. Біздің тарафтан рейдлар өткәреләчәк, әлдә менә үткәрелде рейдлар. Балықшылар инде алардан бір нешікте тыйып болмай, теләгән кеше бар балыққа төшәләр, особенно подлетный лов диләр. Һәм инде минем инде әйтәсем килә безопасность чаралары буенча, иминлек чаралары буенча, бу инде иң беренчедән елгаларга чыкканда кем генә булмасын, балыкчылармы, бүтән кешеләрме, елгаларда булганда, су өстендә булганда иң беренче камыш булган урыннарны урап үтәргә, икенчедән ул агым булган җирләрне үтәргә, ул инде үргә акмалар, елгаларның борылып киткән җирләрендә бұз қалыңлығы қалын булмый. Һәм инде үз белән барыбер, үзең белән елга өстеннән барганда или қалын булмаган бұз өстеннән барганда, ул берәр таяк булдыру һәм бер үзең ялгыз иттереп йөрмәү. Шул вакытта, караңгы вакытны бұзға шығу рекомендовать ителмей. Чөнки караңгы вакытны происшествие булса, иң беренчедән үзең дә югалып калырга мөмкинсең, икенчедән ул сине тапмаска мөмкиннәр. Шул үз карау видимость булган балыкчылар һәм происшествиелар күпчелек кызганычка каршы үлем очраклары да караңгы вакытны булалар. Основной әйтәсе сүзләрем
шушы һәм инде менә соңгы гына Казактан әйтәсем килә. Бу иң беренчесе ата-аналарга мөрәҗәгать итеп, балалар белән инструктажлар үткәрү, бозга чыкмау турында, бүрүзләрнең йөрмәүләре турында боз өстендә һәм ата-аналарның балаларның гел карап тору, аларны белеп тору, кайдалар һәм бүрүзләрен бер вакытта да җибәрмәү турында әйтеп китәсем килә. Һәм боз өстендә йөргәндә шулай сак булып инструктажлар үткәреп, теге ата-аналарга барыбер контрольдә тотсагыз иде балаларны шушы чорны. Әйтәсезләрме тәмам? Аллага шөкер, алай менә без әле рейдларда йөрдек һәм үткән елларында йөрибез. Бик сирәк очрый шундый случайлар дип әйтик. Ул ата-аналар чыгулардан или гади кешеләрнең боз өстендә йөрүе ул күзәтелми. Иң күбе ул балыкчылар. Бүтән якта да, бүтән җирдә дә боз өстендә кем тора икән, ул балыкчылар. Барыбер ул безнең Аллага шөкер менә Ледовый дворец бар. Ул балалар теге гади кеше, кем кандидат шу, анда селфи төшеп, ял итәсе килә икән, менә Ледовый дворецта арендага конькилар да бирәләр, бүтән чаралар да тудырылган. Безопасность яктан да яхшы, бозда анда тигез һәм бүтән яклап та ял итәргә иң яхшы вариант бу Аллага шөкер Ледовый дворецыбыз бар.